математикалық күтім деген осы берілген функция, және оны x-ке көбейтуіміз керек. Барлық x. Енді қараңыздар. Міне. Суретте кездейсоқ шаманың ықтималдық үлестірмесі берілген. Осы кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табыңыздар дейді. Математикалық күтімі дегеніміз жаңағыны айттық. X көбейтеміз жаңағы берілген функцияға. 9-дан 1 x квадрат. 0-ден 3-ке дейін деп жатыр, иә? Интеграласында x куб 9-дан 1 шығарып жейік, 0-ден 3-ке дейін, иә? dx. Тең, сол кезде 9-дан 1 x-тің. 36 x-тің 4 дәрежесі 1-ге 4. 0-ден 3-ке дейін. Вот так. 36-тан 1 көбейтілген. 3-тің 4 дәрежесі қанша? 81 ма? 81-ді 36-ға бөлші. Міне, 25. Математикалық күтім шықты, иә? Енді бізге не дейді? Осы математикалық күтім қысқасы px кіші күтіміміз қанша болды? 2-де 25. Осыны тап дейді. Бұны қалай табушық? 0-ден 2-де 5-ке дейін, 2-де 25-ке дейін. Бұл жерде біз 9-дан 1 x квадраттан шығарымыз болар. Ол біз математикалық күтім үшін x-ті неттік қой. Бұның несі не болады? 27-ден 1 x. Иә, 27-ден 1 x куб. 0-ден 2-де 25. Ал енді есептейік. 0,42 шық ма? Міне, осылай. Идеясы түсінікті ма? Идеясы түсінікті. X үзіліссіз кездейсоқ шамалар үшін f от x ықтимал үлестірмесі алған функциясы менен дейді. Жарайды. Мына графикті салу керек дейді. Одан кейін күтімді табу керек. Графикті салу үшін енді қараңыздар балалар, осы жерде осы график салуға балалар қатты қиналады кәдімгідей. Ең бірінші 0 мен 2-нің арасы 0-ді берейік. Соны 2-ні беріп қояйық, 2 шеткі нүктесі. Мынау сызық қой. Сызық қой. Просто берейік, 0-ді берген кезде 0 болады. 2-ні берсек, анараға 2-ні қойсақ, 2-ден 1 қойдым, иә? 2-ден 1 болады, міне. Главный біріншінікі, значит, мынара. Мына бірінші функция. Енді мына түзудің графигін мына аралықта сыз-дейді. Яғни 2-4-нің, оны жасыл қыла салайық. Енді 4-ті мәндегі, 4-тегі мәнді бере салайық. Бізге нүкте үшін жеткілікті ғой. 4-ті берсек, қанша болады? 0 болады екен. 0 болады. Значит, мына түзу. Міне. Бұл бір. Енді қараңыздаршы, салдық қой график. Енді график салса, mx-ті табудың өте оңай тәсілі бар екен бала. Бұлай. Егерде мынау симметричный болса дейді, мына график, иә? Онда мынау ортадағы нүкте, ортадағы сан болады, мынау болады. Иә. Енді оны немен де шығаруға болады?